Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгінгі рецепт жареный цомян. Тез және оңай жасалынады. Сіздермен бөлісемін. Менің каналыма подписка басып, қоңырауды шалып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Тез, жеңіл жасалынады, өте дәмді болады. Бізге керегі көкөністер, пияз, болгар перец, полукөркей перец және чеснок керек болады. Сосын тауық етімен жасайтын боламын. Пиязды екіге бөліп тураймыз. Енді чеснок тураймыз. Енді етті тураймыз. Етіміз дайын болды, ыдысқа салып, суға салып қоямыз. Енді болгарский перецтерімізді осылай екіге бөліп, үшбұрыштап тураймыз. Сонда әдемі болып түседі. Бәрін турап болдық, дайын болды. Енді сковородкамызды қыздырып, сұйық май құямыз. Сұйық майдың ішіне пиязымызды саламыз. Пиязымызды қуырамыз. Енді етті салып қуырамыз. Әбден қуырамыз етімізді. Енді ас қасық пен 2 ас қасық соевый соус құямыз. Үстіне чеснок саламыз. Болгар перецін салып қуырамыз. Енді ас қасық пен жарты қасық тұз саламыз. Қара бұрыш себеміз. Екі ас қасық томат саламыз. Енді үстіне піскен, дайын болған қамырды турап-турап саламыз.
араластырып қуырып аламыз. Осымен жарым ет сомянымыз дайын болды. Дәмді, өте керемет болып шықты. Осы рецептпен дайындаңыздар. Өте сәтті шығады. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Сонда менің каналымды жоғалтпайсыздар. Баршаңызға ас болсын.